Ел көксеңгірдің күнгейінде жайлауда жиын отырған көп ауылдың кешкі жылқылары суға келіп шығып, алды өріске кетіп бара жатқан мезгіл еді. Жаңа жамыраған қойлар дүниені у-шу қылып мазаны кетірген соң, біз ауыл иесі Жортар ақсақалмен әңгімелесіп, құдықтың желке жағындағы тастақ төбенің басына таман аяңдап келе жаттық. Оңтүстік жақ жазықта жабырлап отырған көп ауыл айналасында шұбыртып қыбырлап жүрген малдармен бір қалыпты жасыл даланың түсін түрлендіріп көз қуантып тұр. Көкжиектің асып бара жатқан күн ақырғы алтынды шұғыласымен далаға көрікті нұрын төгіп, ауылдың кешкі қызулы өмірін қызықтырып тұрғандай, төбенің басына таман көтерілген сайын біздің көз алдымыздағы көрініс суретінің ауданы кеңейіп, қыр өмірі өзінің ең дұрдулы жағын көзге көрсеткендей болды. Даладағы мөлдір таза ауадан сүйкімді суреттен көңілге белгісіз бір үміт кіргендей болады, хиял кезеді. Көңілдің осы шағына не үйлесер еді деп ойлап келе жатқанда, көңіліме бұрыннан есте жүрген бір нәрсе түсті. Ол қасында келе жатқан Жортар ақсақалдың ерте замандағы басынан кешірген бір әңгімесін тыңдау еді. Жортар жас шағында осы ортаның айдындық қолбасы батыр болған. Ол кезде маңайдағы ел атаған шошитын, тыным тыныштықты білмеген, барымта соғыс десе алағызып қолды аяққа тұрмайтын қызулы жас болыпты. Жортар мықтылық батырлығының үстіне ауызға ілінген найзагер болды десетін. Бұл сыпатын бәрін мен бұрыннан естігеннен үстіне сол батырдың шал болып қартайған түсін көргенде ұзақтап алысқа кеткен ескі күннің көмескі түсі елестегендей еді. Сүйекті зор денесі апсағайланып, үлкен басы, келбеті түсі салқын сабырмен мағызданып, туыстағы ірілігін бір көрген кісіге де білдіргендей, көп бейнет, көп жылдардың ізіндей болып, бетіне түскен қатпарлы терең әжімдері ескі тентек күндердің таңбасы сияқтанады. Ұзақ жолда ыстық күнне оңғандай болып сарғыш тартқан отты көздері, үлкен құлақ, кесек мұрны бұл адамды ескіліктің тірі қалған белгісіндей көрсетеді. Жортар ескінің шын сарқыты деседі. Қасымыздағы 2-3 кісімен дөң басына келіп отырған соң көңілге алған тілекті айттық. Ақсақал басында әдепті шылы шараймен қарағым, көргенін көбек көмеске тартып ұмытылып қалды ғой, еске түседі деймісің деп аз отырды. Артынан қасымызға отырған Құдайбердин ақсақал, айтып бер бір әңгіменді балаларға, енді бізге әңгіме айтқаннан басқа не қалды деп күлген соң Жортар ақсақал бар әңгімесін айтпақшы болды. Батырдың ұғымды шешен тілмен айтқан әңгімесі мынау еді: сендерге мен көрген соғысымды, ұрыс төбелесімді айтпай-ақ қояйын деп бастап келе жатып, сары шақшасын суырып, өзімнің бір қатты қорқан жерім болды, соны айтайын деді. Біз тыңдауға ыңғайланып, батырдың салқын жүзіне телміріп, айтыңыз дедік. Өздерінде жас шағым еді, құлағы көрініп, аты естілген пәле болса іздеп барып соқтығатұғын. Ол кезде көп қолмен көшкен елде шұбатылып кім жүреді дейсің? Ұзақ жорық болса да көбінше жалғыз аттанатұғынбыз. Аз жүрсек ай жүреміз, апта жүрсек кейде талай айға шейін жоғалыпты кетуші едік. Жортуылға шыққанда көбінесе баратынымыз өр болатын. Тарбағатайдан асып барып қара керейді семіз найман мұрынды торимыз. Бір жыл күздігіні сол жаққа қарай атандым. Қарашаның кезі еді. Өрге қарай жүріп, сыбанның ішіне жеткенімді сол елдің бір төбет деген батыры есіме түсті. Менімен кездесуге ізденіп жүр дегенді алдында естігенмін. Далада ұзақ жүріп еріккен соң қадап шыққан жауы мол болмаса да бір шайқасып кетпек болып бір түнде соның аулының туысына келдім. Сол жылы күз жаңбырлы болған. Түстен бері қарай бір мазасыз жауын дамыл алмай құйып тұрған. Кеш батқан соң күн ашыла ма деп едім, ашылмады. Оның үстіне бір қара суық жел шығып, гүлдеп соғып мазаны кетіре бастады. Дөң көзге түртіп алса көрінбейтін тастай қараңғы еді. Бірақ бір қасиетім, қысқы ат құлағы көрінбейтін ақ боранда жазғы тұнжыраған меңіреу қара түнде адасу дегенді білмеуші едім. Іздеген төбеттің ауылының туысына дәл келген екем. Аласұрып ұйтқып соғып тұрған жел даусымен бірге сол жел жағында алыста жатқан қалың жылқының сарынын естідім. Астымда есік пен төрде ақ боз атым бар. Өзі алысшыл, төкпеттеп шабатын мықты жылқы еді. Шу деп салғанда кібіріктеп шаба алмайтын. Әрберден соң ұшқыр жылқының бәрі жетпеуші еді. Әлгі атым қатты жаңбырдан жиреніп, жөндеп жүрмей ығысып келе жатыр еді. Бір мезгілде
осқырып тұра қалды. Аттың жалына жатып қарасам, алдымда бір қарайған тұр екен. Біраз жүріп қасына келдім, қарасам, 4 құлақты бейіт. Бір сыбанның моласы болса керек. Әлгіге келгенде өзімнен бір жағынан суық жел өтіп, бір жағынан су өткен соң жаңбыр айғанша осында тұра тұрайын, күн ашылған соң төбетті тауып алармын деп аттан түстім де жетектеп бейіттің аузына әкеліп ыққа қойдым. Шылбырды беліме байлап, өзім моланың ішіне кіріп, төрдегі бір бұрышына барып отырдым. Бейіттің ішы тастай қараңғы, көзге түк көрінбейді. Жел гуілдеп соғып тұр, жаңбыр да басылмайды, сытырлап жауып тұр. Бейіттің ішінде біраз отырып, бойым жыланған соң қамшымды жерге тіреп, соған екі қолмен сүйеніп, басымды қойып отыр едім. Қалғып кетіппін. Алдында бейіттің іші тіпті қап-қараңғы болып, көрде азанып тұрған соң, алғашқы кірген жерде кішкене едім, сескеніп еді. Артынан көзіме бөтен еш нәрсе көрінбеген соң тынышталып отырдым. Бұрын әркім сондай кезде бейітті жерде жын, пері, жез, тырнақ дегендер кездеседі дейтұғын. Бірақ ол жерде бұның ешбірінде ойыма алған жоқпын. Сөйтіп отырып көзім ілініп кеткен екен. Бір мезгілде маған қарсы бір бұрышта бір нәрсе тырс еткенде болып еді. Қап-қараңғы меңіреу болып тұрған бейіттің іші жарқырап кеткен сияқтанды. Өзім ондайда сергек ұйықтаушы едім. Көзімді ашып алғанда ұйқым шайдай ашылып кетті. Әлгінің не пәле екенін біле алмадым. Жүрегіме қорқыныш кіре бастады. Бір ойдан, бұл мені айналдырып жүрген шайтан ғой деп, ішімнен білген дұғамның бәрін оқып отырмын. Дыбыс шыққан жаққа барып жөнін білуге де дәтім шыдамады. Төменшіктен бұққандай болып көзімнің астымен қарап едім. Қараңғы бұрышта бір тіпті үлкен нәрсенің қарауытқан нобайы көрген сияқтанды. Бұрынғыдан да шошынып, не қыларымды білмей отырып қалдым. Сол күйде бір азғантай отырған соң бір мезгілде әлгі тырс еткен дыбыс тағы шықты. Бейіттің іші әлгіден де жарық болып кетіп, артынан бәсеңдегендей болды. Алғашқы кезде қарауға дәтім шыдамай бұғып қалып, артынан бәсеңдеген соң сол жаққа көзім түсіп кетіп еді. Құдай көрсетпесін, көзіме өзінің бұрын түсін көрмеген, атын естімеген бір пәле көрінді. Алғашқы көрген кезде жалмауыз дедім. Нобайы адамға ұқсамайды. Қап-қара, тырдай жалаңаш, бойы еңгезерде үлкен, биіктігі кісі бойы, қол сұғымдай, шашы бұрқырап тұр. Көзіме түскен әсіресе қорқынышты жері аузы, ырсиып от болып, тістері ақсиып, сойдиып тұр екен. Аузынан кәдімгідей от бүркіп тұр. Әуелге қараған жерде өзге ешбір жері көрінбеді. Қараңғы бұрышта қып-қызыл от болып жанып тұрған ырсиған ауыз, ақсиған тіс қана көрінгендей болды. Жалмауыз не айдаһардың аузы, деді. Зәрем кетіп қалды. Сөздің шыны керек тұрайтын десем, бонымды баса алатын емеспін. Дағы 2 рет тырс етіп жарқ-жақ етті. Бір жолда ақырын қарап едім. Тағы да от болып тұрған ауызды көрдім. Енді ол жаққа қараудан қалдым. Жердің тесігі болса, кіргенде боп басып, төмен тұғырып, өзім боғып, бір орнында қатып қаппын. Қозғаларға шамам жоқ. Қашан келіп басалар екен деп құр сүлдем отыр. Атым әуелге жарық шыққанда ішін тартып осқырып, атқып жөнелгенде шылбырды үзіп кетіп қалған. Ойлап отырғаным ат емес, қарудан найза мен шоқпарым бар еді. Оның екеуінде бейітке кірерінде сыртқа сүйіп қойып кеткем. Жалғыз ғана семсерім бар еді, ол ішімде қында болатын. Енді соны алуға да дәрменім келмеді. Қыбыр етіп қозғалсам басалатын сияқты қорқып отырмын. Уақыт сонда түн ортасының мезгілі ғана еді. Жел бұрынғыдай алай-түлей болып соғып тұр. Күн ашылған жоқ, жаңбыр да шелектеп құйғандай болып сабалап жауып тұр. Әлгі бәленің түсін көрген сайын өлген жерім осы ғой. Жапан түзде бір айдаладағы моланың ішінде қаңғырып өлге жазған екен ғой, деп отырдым. Сөйтіп, зәрем кетіп отырғанда әлгі нәрсе қыбырлап маған қарай қозғалғандай болды. Қарауға дәрмен жоқ. Бір соғып пәле келе жатқан тек денем сезді. Иманымды айта бастадым. Бір мезгілде тырс еткізіп дүниені жап-жарық қып жіберіп, қараңғыда құтырғандай қатты дауыспен ақырып келіп, иығымнан бас салды. Еңгезердей қап-қара болып үстіме төніп келе жатқанда, өзіме қарай созылып келе жатқан қолдарына көзім түсіп еді. Қолдарының өзін салалық қап-қара саусақтары бүркіттің тұяқтарындай болып бүрісіп, тырысып, сыңыры тартылғандай көрінеді. Қапқалы келе жатқан қасқырдың аузындай ырсиып ашылған шеңгел түйіліп келе жатыр.
жатыр екен. Үстіме аюша ақырып келіп қона түскенде сол шеңгелімен сүйектерімді босатады ғой деп отырып едім. Жоқ, олай тимеді. Тегеуріні қатты болса да қолы адамның қолы сияқты. Иығымнан басып келіп жұлқып сүйреп әмірлі дауыспен ақырып: "Киіміңді тастап көрге кір, сен өлдің", деді. Дауысы кісінің дауысы екеніне әбден көзім жетті. Сонан соң жүрегім орныға бастады. Сүйреуге айналғанда екі қолынан ұстап алыса түрегеліп: "Мен киімімді тастағанда сен киетін шығарсың. Мен туғанда да шешем еркек бала таптым деп қалжа жеген құдаяқты", деп жағаласа кеттім. Мұнан кейін оның да менің де үнім өшті. Қараңғы бейіттің ішінде екеуміз шаппа-шап келіп қапсыра құшақтасып таласқан екі аюдай үн-түн жоқ сіресіп қатып қалдық. О да қысты, мен де қыстым. Жалаңаш еті басында ұстауға ыңғайсыз болып еді. Құшақтап алған соң жақсы болды. Аздан соң ышқынып келіп опыр-топыр болып кезекпе-кезек қайрат қылып алысып кеттік. Байқауымша күші маған соншалық басым көрінбейді. Бір мезгілде қуатымды әбден жиып, жүрегімді тоқтатып алып, тік көтеріп алып жерге қойып келіп жіберіп, кеудесіне мініп алдым. Өзіме өзім сүйсінім әлей болды. Мағынадан қорқытқанның ызасы үшін бір қолмен кеңірдегін қысып қылғындырып, бір қолымен өкпеден қойып жіберіп семсірме ұмтылдым. Оны жан дәрмен суырып алып, қайнаған ашумен бауыздап жібергелі тамағына алып барғанымда, қараңғы түнде жарқ еткен семсірді көріп: "Ой, сен жортармысың? Жұдырығынан таныдым ғой", дегені. Сол арада даусынан мен де тани кетіп, семсерімді тастай бердім. Тоғай бойындағы бура алтаяқ деген батыр екен. Бұрын жорықта кездесіп бір бақырдан дәм татысқан тату едік. Бағанадан бері қорқып отырған тажалымыз сол болып шыққаны. Сөйтсем, ол сыбанды төре келіп, бір күні күндіз елсіз таудың ішінде қарауылсыз бейқам жатқанда төбет келіп түсіріп қалған екен. Соның қолында бір айдай тұтқында жатып, нақ сол күні түнде қашып шыққан екен. Түн суық жауынды болған соң киімі нашар тоңып, әдейі бейітті панағыла келіпті. Мен келген соң Құдай бір жұмсақ жемді берді деп күш жұмсап айламен алмақ болып, барлық киімін тастай қойыпты. Бойында қару жоқ, жалғыз бойымы елінен алып шыққан бір сауыт сіріңкесі бар екен. Әлгі баған тырс етіп жап-жарық болып кететін уақытта соны шағып жіберіп, отымен аузына тығып өрлей қояды екен. Менің зәрімді кетіріп жүрген ырсиған ауыз сол сіріңкенің кеселінен болып тұр екен. Ол күнде сіріңке қуды кім білген? От керек болса, шақпақ қуды тұтатып алып жаға қоятынбыз. Сөйтіп мені қорқытып жүрген жаман сіріңке болып шыққаны деп ақсақал мәз болып күліп әңгімесін тоқтатты. Бәріміз де ақсақалдың шын күлкісіне қосылып, қошеметтеп күлісіп, қас қарайып қалғандықтан ауылға қарай жүрдік.